түйенің жүні. Бұл түйенің жүнін міне мынандай ұшыққа иіреміз. Міне осы ұшыққа бұны иірсек, бұл міне мынандай жіп шығады екен. Міне көрдік қой, міне былай иіреміз. Міне түйенің жүнінен міне жіп шыққаннан кейін бұл жіптен әдемі қылып міне қыздарға, кішкентай балаларға міне киім тоқимыз. Бұл көйлек тоқығанымыз. Түйенің жүнінің көп пайдасы бар екен. Ой, қыздарым, даладан бір шулы дауыс шығады. Кім екен? Әже, ол көксібі ауылдың балдары ғой. Сендер кімсіңдер балалар? Біз көрші ауылдың балдарымыз. Сендер бізбен ойнайсыңдар ма? Я. Менің осы жерде қызым бар еді. Ол да мұғалім. Қазір келсін, сендерге асық атуды үйретсін. Қызым, қайдасың? Ау әже, келдім, осындамын. Мына балдарға асық атып ойнауды үйрет. Жарайды әже, ендеше бәріміз бірге қазақтың ұлттық ойыны хан талапай ойынын ойнайық. Жарайды. Бүгін біз сіздермен бірге қазақтың ұлттық ойыны хан талапай ойынын ойнаймыз. Ол үшін бізге асық керек. Асықты қайдан аламыз, балалар? Қойдың асық жегінің аты. Балалар, асықты иіріп жерге түсірген кезде қандай көлемде түседі асық? Жарайсыңдар балалар. Менің қоржынымда көптеген асықтар бар. Соның ішінде ерекше асық бар. Ол қандай асық? Хан асығы. Жарайсыңдар. Хан асығының түсі қандай болады? Қызыл. Дұрыс. Ендеше мен ортаға асықтарды шашайын. Қане айтайық. Талапай, табыды ойын алақай. Жарайсыңдар. Мен шашамын. Енді сол асықтың ішінен өзімізге атуға бір сақаны сайлап аламыз. Қалған асықты ортаға тіземіз. Қызыл асыққа тигенде ол ұпай болып саналмайды. Түсінікті ма? Я. Жарайсыңдар. Бірінші, мана хан асығы кімге түсті? Ибрахим. Не істейді бірінші олы? Атады. Ойынды бастайды. Жарайсыңдар. Тұра ғой, Ибрахим. Балалар, жарайсыңдар, өте жақсы ойын ойнадыңдар. Келіңдер, қоржыныма менің асықты сала қойыңдар. Балалар, сендер бүгін өте жақсы хан талапай ойынын жоғары деңгейде ойнап шықтыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, сендер ойын ойнап шаршаған боларсыздар. Олай болса, үйге жүріңдер, дәм татыңдар.